Ребята, саламатсыздар ма, балалар? Мы продолжаем изучать раздел «Охрана окружающей среды». Урок номер 48. 48-ші сабақ. Тема урока по страницам Красной книги. Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Составь предложение. Сөйлем құрастыр. Рассмотри картинку пазл. Сөйлем құрастыруымыз керек, яғни мына сөздерді біз пазлдарды жинап. Информирует, какие животные и растения в опасности, призывает изучать природу, советует, как сохранить растения и животных, предупреждает об исчезновении этих видов. Яғни біз мына пазлдарды құрастырғанда бізде осы сұрақтың жауабы шығу керек. Яғни призывает изучать природу. Бізді табиғатты білуге үйретеді. Советует, яғни бізге өз ақылын айтады. Как сохранить растения и животных? Біз өсімдіктерді және жануарларды қалай біз қорғау керектігі туралы. Предупреждает, ескертеді. Яғни жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін немесе жануарларды айтады. Какую информацию ты узнал из этого пазла? Почему книга имеет красный цвет? Используя данную информацию, составь предложение. По образцу «Красная книга» призывает изучать природу. Запиши их в тетради, подчеркни глаголы. Яғни красная книга, яғни мына суретте біз қызыл кітапты көріп тұрмыз. Красная книга призывает изучать природу. Красная книга советует, как сохранить растения и животных. Красная книга предупреждает об исчезновении этих видов. Красная книга информирует, какие животные и растения в опасности. Қандай жануарлар мен өсімдіктер жоғалып кету қаупінде екенін түсіндіре айтады. Из этого пазла я узнал, что многие животные, птицы и растения уже исчезли. Нам надо беречь природу животных и растений. Мен мына пазлдардан қарап, дейді, жануарлар, көптеген жануарлар және құстар мен өсімдіктердің жоқ болып кеткені туралы білдім. Нам надо беречь природу животных и растения. Бізге табиғатты және жануарлар мен өсімдіктерді аялап қарауымыз керек. Почему книга имеет красный цвет? Кітап не үшін бұл кітап қызыл түске боялған? Не үшін қызыл түс берілген, иә? Потому что эта книга предупреждает об опасности исчезновения этих видов растений и животных. Өйткені бұл түс біздің жойылып бара жатқан өсімдіктеріміз бен жануарларымызды жоқ болып бара жатқан, яғни сол дабыл белгісі ретінде. Красная книга Казахстана информирует, какие животные и растения в опасности. Яғни қызыл кітап бізде Қазақстан жерінде қандай өсімдіктер мен жануарлардың жойылып кету тұрғанын айтады. Она предупреждает об исчезновении этих видов. Красная книга призывает изучать природу. Запиши их в тетрадь, подчеркни глагол, дейді. Она советует, как сохранить растения и животных. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Знаешь ли ты, сен білесің бе, деп жатыр. За 400 лет на планете Земля исчезли 400 видов животных, 150 видов птиц и рыб. 400 жылдың ішінде жер бетінде 400-ге жуық жануарлар мен 150 құстың түрі және балықтар жоғалып кетті.
Почти 300 видов животных и 200 видов птиц могут также исчезнуть с нашей планеты. Яғни қазіргі күннің өзінде 300 түрлі жануарлар мен 200 құс түрінің жоғалып кету қаупі бар. Что ты узнал из этой информации? Бұдан сен не білдің? Я узнал из этой информации о том, что много видов животных, птиц и рыб исчезли на планете Земля и сколько в опасности. Какой вывод ты сделал? Где можно узнать более подробную информацию о природном мире? Прочитай числительные вместе с существительными. Надо беречь природу и животных. Табиғатты және жануарларды аялау керек. В энциклопедии в интернете 400 лет, яғни бізде числительныйлар, сан есімдер 400 лет, 400 животных, 150 птиц и рыб, 300 животных, 200 птиц. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Проанализируй. Рассмотри цветные страницы красной книги в Казахстана. Они сделаны не для украшения. Яғни мына жердегі түстерге қарап, осыларды не үшін бұндай түсте екенін айтуымыз керек. Сайгак. Эта страница желтого цвета находится виды животных, число которых быстро уменьшается. Яғни мына сары түсте бізде сайгак. Яғни ақ құтандар тұр, иә. Бұлар бізде сары түс, қызыл кітаптың ішіндегі егер осы сары түспен үстінде тұрған жануарларды көретін болсақ, бұлар бізде животных, число которых быстро уменьшается, яғни өте тез жойылып кетіп жатқан жануарларды белгі берген. Бобер. На зеленой странице находятся виды животных, которых удалось сохранить и спасти от вымирания. Яғни жасыл түсте тұрған жануарларды көретін болсақ, бұлар біздерде бұларды сақтап қалған және олардың өліп кетуіне жол бермеген жануарлар бейнеленеді екен. Синие птички, яғни бізде ақ қағаздың үстінде тұрған мына көк құстар. На белых страницах находятся редкие виды животных и птиц. Бұлар өте кемнен кем кездесетін жануарлар осындай ақ түсте тұрады екен. Ал мынандай сұр түсте тұрса, на страницах серого цвета записаны виды животных и птиц, которые мало изучены. Яғни мынандай түсте тұрған жануарларды көретін болсақ, бұлар өте әлі зерттеліп бітпеген деген жұмысты білдіреді екен. Ал қызыл түсте тұрған болса, красный волк, қызыл қасқыл. На красных страницах записаны виды животных и растений Казахстана, которые исчезают. Яғни бұл жерде жануарлар жоғалып бара жатқан жануарларды суреті тұрады екен. Что можно определить по цветным страницам красной книги? По цветным страницам красной книги можно определить, в каком состоянии находятся звери и птицы, что им грозит. Можно ли сказать, что страница про сайгака грустная страница? Про сайгака грустная страница, потому что их становится все меньше. А про бобра радостная. Почему? Объясни. Радостная страница, потому что они спасены, яғни оларды құтқарып қалған, иә. Красная книга заставляет задуматься людей о том, что надо беречь природу и животных мир. Қызыл кітап бізді жоғалып бара жатқан жануарларды аялап, оларды табиғатты қадірлеп, жануарларды құтқару керек екендігі туралы ойландыруға алып келеді. Ал балалар енді өздерің жақсы көрген қандай жануарларыңды айтып өтсеңдер болады осы сабақтың соңында. Және де қосымша өздерің ұстаздарыңа жойылып бара жатқан